келе жатыр қойым. Ауылың елден тегір. Ей, мына полицейский машинасы. Ей, мынаған не бар еді? Не болып отыр мына жақта? Астыңа мына қайсы? Сіз Марониксіз ба? Иә, мен Марониксім. Сіз бізге маньяк кіріп, бүкілді өлтіріп, қазір скорый военныйға алып кетті, шетелдерде жүріп. Сонан мен үйіме маньяк кіріп кеткен ба? Иә, сіз үйіңізге және көршіңізге маньяк кіріп кеткен. Сондықтан да біз спецназ болып келіп, маньякты алып кеттік. Қалай сонда мен үйіме? Ал қазір маған кіруге бола ма? Жоқ, қазір кіруге болмайды. Сізге көшу керек болып тұр. Сондықтан да басқа үйге көшуіңіз керек. Ренжімеңіз. Әрине, бірақ ол қалай кірген сонда? Достар, намырасаңдар. Неге отыр мына жақта? Спецназба не білемін, полис деген содан мына жақта көйіп достар. Короче, достар, мынандай болған. Анау бағана маньяк менің үйіме кіріп кеткенде, короче, мынау үйіме менің үйіме көзет салған маньяк кіріп кеткен. Содан кейін өлтіріп, короче, мен жоқ болғандар спорт тұрған өлтіріп кеткен, короче, алып кеткен. Айтпақшы, қашан сағат сұрақ деген емес, ата кісіден сұраңыз. Жарайды. Айтпақшы, полиция мырза, олар қашанғы уақытта кірген айтып жүре аласыз ба? Олар менің есеп бойынша сағат 3-терде, 4-терде кірген болады. Рахмет, қаш достар. Сағат 3-терде, 4-терде дейді. Қазір сағат 5:30 болып қалды. Достар, енді басқа үй көшу керек болды. Көріп тұрсыңдар, қанша осындай жағдай болып қалған. Короче, достар, сендермен болған мен Мароникс KZ арнаны тіркеліп лайктарын басып кетіңдер. Короче, келесі бөлімде көшетін боламыз. Қош